Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Міне осындай керемет торт жасағыңыз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, келесіде рецепт шыққан кезде көретін боласыз. Бұл бүгінгі тортымыз сүтті қыз торты деп аталады, молочная девочка. Оны дайындау үшін ыдысымызға қойылатылған сүтімізді құйып, оның үстіне жұмыртқамызды құйып, жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Қойылатылған сүттеріңіз міндетті түрде жоғарғы сапалы болған жақсы, өйткені корждарымыз өте нәзік, әдемі болып шығады. Енді ұнымыздың үстіне разрыхителімізді, ванилинімізді салып, жақсылап араластырып, массамызға 2 бөліп қосатын боламыз. Бірінші бөлігін қосқаннан кейін венчиктің көмегімен ұнымыздың түйіршіктері жазылғанша толықтай араластырамыз. Екінші бөлігінде салып, түйіршігімізді толықтай жазамыз. Енді өзімізге керек размерді осылай пергаментке сызып, менде мында 24 сантиметр, 2 ас қасықтан құятын боламыз. Жақсылап біркелкетіп жайып, осы кезде пешімізді қыздырамыз. 180 градуста 3-4 минутта пісіп шығады. Қарап тұрмасаңыз, тез күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін пешке салған кезде қарап тұрыңыз. Осылай біркелкетіп жайып, барлық жеріне бірдей етіп пісіретін боламыз. Егер бұдан кішігірім размерде жасайтын болсаңыз, 1,5 ас қасықтан құйсаңыз да болады. Қызып тұрған пешімізге салып, кезек-кезек пісіріп аламыз. Корждарымыз өте нәзік, үлпілдек, әдемі болып шығады. Міне осылай, менде мында паклан пергамент қағазы, бұған ешқандай жабыспайды. Міне коржымыз осылай болып шығады. Енді кремімізді дайындаймыз. Тоңазытқыштан шыққан салқын сливкеміздің бір өзін бірінші миксерлеп алып, үстіне қант ұнтағын қосып, бірінші миксерлеп шамалы қоюлатып аламыз. Енді оның үстіне кез келген творожный сыр или сливочный сыр салып, қою масса болғанша араластыратын боламыз. Менде мында Кукингнің творожный сыры. Барлығын салып, миксеріміздің қыры шығып, қоюланғанша миксеріміздің жылдамдығын біртіндеп қоса отырып, крем дайындайтын боламыз. Креміміз өте нәзік, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді білдіре кетсеңіздер болады. Міне енді осы дайын болған кремімізді қолдануға ыңғайлы болу үшін осылай кондитерлік мешокқа салып, басын кесіп пайдалана береміз. Тортымызды жинаймыз. Ол үшін подложкамызға кремнің аз мөлшерін жағып, корждарымыз жылжып кетпес үшін жинауды бастаймыз. Корждарымызды теріс жағынан пайдаланған ыңғайлы болады. Мен бүгін кольцода жинаймын. Кольцоның үстіне кигізіп, жан жағына крем шықпастай етіп, нығызғып кигіземіз. Үстінен кремімізді құйып, тортымызды жинақтаймыз. Кремді пайдалану өз қолыңызда, өз еркіңізде.
егер кремнің көп болғанын қаласаңыз, бұдан да көбірек құйсаңыз болады. Енді қасықтың не болмаса лопатканың көмегімен осылай кремімізді барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Тортымыз өте нәзік, дәмінен сүттің дәмі шығып тұрады. Өте керемет болып шығады. Осылай корждарымызды бірінен соң бірін жинап, міне осындай бізде торт болып шықты. Енді осы дайын болған тортымызды холодильникке кемінде 4-5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Осылай қылып пищевой пленка или пакет кигізсеңіз болады. Холодильниктің ішіндегі басқа нәрселердің иісі бұл тортымызға сіңбес үшін осылайынан қаптап холодильникке саламыз. Мен мұны түнде қойдым. Азанда арман қарай жалғастырдым. Бірінші сыртын осылай жеңіл қылып қаптап аламыз. Корждарымыздың үгінділері шықпас үшін черновой вариант деп айтамыз. Жеңіл қылып кремімізді жағып, полный. Енді сыртынан қалған креммен қаптайтын боламыз. Кремдерді көп мөлшерде жақсаңыз да, орташа қылып жақсаңыз да өз еркіңізде. Қалай оформление істеу, қалай сәндеу өз еркіңізде. Кез келген әрлеуді жасай беруге болады. Енді жағылған кремімізге лопатканың көмегімен тегістеу жүргіземіз. Артылған кремдеріңізді алып тастайсыздар. Жетпей қалған жерлеріне үстінен тағы да жағып шығуға болады. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайктарыңызды басып, мені қолдап қойыңыздар. Астына пікір қалдырсаңыздар, міндетті түрде оқитын боламын. Міне осы. Енді арман қарай сәндеу өз еріктеріңізде. Рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.